Ассаламу алейкум, қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен неге қынаттан жағымсыз иіс шығады? Бізде көп қыздардың шағымы, соңғы иіс шығып жатыр, не істеймін, алмаған дәрім қалған жоқ, ананың алдын бәрі шыққайсы тұтып қойып түскен жоқ да. Не себептен? Әрине, иіс кез келген жерден шықса да, өте жағымсыз да. Особенно бұл жақтан и төсекте, и былай жүргенде, прям жаның адам отырғызуға ұяласың да. Негізгі бірнеше себептері бар, солардың бәрін айта кетейік да. Толық ақпарат үшін және де соңына дейін видеоны көрулеріңіз керек болады. Себебі бірнеше ақпараттар соңына қарай айтылатын болады. Желательно ер азаматтарды көргенін қаламаймын. Маған міндетті лайк басып, маған күш беріп, энергия беріп, яғни видео салайын ба, салмайын ба, оған стимул беріп қойыңыздар. Сонымен қатар уведомление басып кетпеңіздер. Ендеше жалпы жағымсыз иіс бірнеше нәрседен шығуы мүмкін. Это не обязательно, что тек қана инфекция. Жоқ, қыздар. Біріншіден, иіс бізде шығады, егер сіз дұрыс күніге жуынбайтын болсаңыз. Әйел адам міндетті түрде күніге жуыну керек. Күніге прям жуыну керек. Даже элементарно қыздың өзі, мен мысалы қызымды туылғаннан болса күніге шомылдырамын да. Дұрыстан күніге көтенін жуу керексіздер, иә. Екіншіден, кіші дәреттен кейін дұрыс сүртінбейтін болсаңыз, бізде қалай өтіркана жаңағыдай бір рет көтен сүрте салу да, бізде шариғат айтқан 3 рет көтен сүрту қағазбен даже да. Солайынан дұрыс сүртінуіңіз керек. Екіншіден, кишечный бактериялар, инфекциялар бізге қынаққа кіріп кетпеу керек. Яғни аскаридер, лямбля, эшерихия коли да, тағы да басқасы. Себебі бұл бізге сразу жағымсыз иіс береді. Негізі қазіргі таңда 70% осындай болмайтын нәрседен. 70%, представляете? Ары қарай бізде иіс шығады, бұл уже хламидия, трихомонада, сифилис деген сияқты, немесе гонорея деген сияқты үлкен инфекциялар болса, одан кейінгі бізде иіс шығып бастайды, егер сіз жиі партнеріңізді ауыстыратын болсаңыз, өкінішке орай, яғни бір емес бірнеше адаммен жыныстық қатынас, немесе сіздің күйеуіңіз сізбен ғана емес бірнеше әйелмен қосылса. Себебі әрбір нәрсенің әрбір әйелдің өзінің микрофлорасы болады. Яғни біз мысалы бірінші жыныстық қатынасқа түскен кезде, естеріңізде болса, әрбір әйел бірінші жыныстық қатынасқа түскен кезде либо оны цистит, либо кальпит мазалайды. В основном 90%, почти 99%. Неге? Себебі ол жерде микрофлора өзгереді, сразу осындай реакция береді. Сондықтан сол реакцияның әсерінен бізде микрофлора бұзылғаннан осындай жағымсыз жағдайлар беспокойство етеді. Сондықтан, когда күйеу измена жасайды, өкінішке орай, сондықтан құлақтарыңызға алтын сырға, сразу сізде қынаттау выделение бөлінеді, и сразу иіс шығып бастауы мүмкін. Сондықтан бұған еркектің де әсері өте қатты, яғни микрофлораны бұзды деген сөз. Не только ол обязательно измена жасады, даже если азамат общий баняға, бассейнге, табыр деген сияқты, егер ол дұрыс сақталмаса, тоже осылай иіс қатты шығып кетеді сізден. Бұндай жағдайда не ұсынасыз? Ең бірінші мен бөліндінің түсіне, түріне, яғни иісі қаншалықты жағымсыз соған да байқаймыз, соған да қараймыз. Сонымен қатар бұның тағы бір себебі бар, бұл антибиотик жиі қабылдау. Яғни антибиотиктер ішіп, біз өзінше пробиотик бар, ол қызамын ғой, шеке ғой, шпек қойық деп өзінше ішпеу қойып, и қанат микрофлорасын быт-шытын шығарған керек, тоже самое бізде инфекция болады. Себебі ол жерде саңырау құлақтар, солар көбейіп кетеді, кандидалар көбейіп кетеді, соның әсерінен осындай жағдайға душар боласыздар. Сол себептен бұл кезде не істейсіз? Естественно, сізде ем жазып береді, лечение, свечи, санация, жуу, тағы да басқа да. Үй жағдайында элементарно ромашкамен жуу, ромашканың бір үлкен қасығын бір бокал суға демдеп, сүзіп алып, сонымен жуу, немесе лактатит, немесе цитиал деген арнайы су сабындар бар, яғни жидкое мыло аптекада, сонымен жуынуларыңызға болады. Тіпті бұл көмектеспесе, міндетті түрде гинекологқа барып, мазок на степени чистоты тапсыруларыңыз керек, сол бойынша кейін ем жазып береді. Егер ол дұрыс болмаса, инфекция тексереді, естественно, сол арқылы нақты ем береді. Сонымен қатар қазіргі таңда шыққан бұл плазмолиптин и PRP. Бұл өте жақсы көмектеседі, микрофлораны қалыпқа келтіруге, ол жерде қан айналымын реттеуге, сонымен қатар иісті кетіруге де өте керемет көмектеседі. Прям бірден бір-ақ күнде уже сразу иіс басады. Сол үшін мен шыны керек, плазмолиптин бірінші күн істеуге кішкене деп тұрады, потому что иіс менің мұрныма сіңіп қалады, не представляете. Ал екінші күн спокойно уже сала бастайды, потому что уже иіс кете бастайды. Сол себептен, егер сізде дәл осындай нәрсе болатын болса, жағымсыз иісті, бұл жерде сіз жағыз өзіңіз емдіргеннен пайда жоқ. Иіс в основном ұқсайды ашыған творыққа, немесе айранға. Иіс жиі ұқсайды сонымен қатар сасыған балықтың иісіне. Поэтому сізде осындай иіс, бұл в основном микрофлораның бұзылғандығы, гонореоз, сонымен қатар инфекция болуы да мүмкін. Нақты не екенін білу, тек қана гинекологқа барып тексерілу арқылы ғана шеше аласыздар. Сонымен қатар бізде өкінішке орай кейбір қыздар
әрине видеода негізі айтқым келген жоқ бұл туралы, но қазір мен практикада көп осыны көретін болғандықтан думаю айтқан дұрысырақ. Көбінесе үлкен дәреттен кейін жуынбайды, бұл міндетті түрде жуынуыңыз керек біріншіден, екіншіден іш киім ауыстыру элементарно. Конечно, бұл сіздер үшін элементарно, но бізде өкінішке орай 40% қызға бұл элементарно нәрсе емес. Потому что мен оны көргеннен кейін сіздерге айтып тұрмын, честно говорю, прям іш киімді күніге надо менять. Күндексің күніге іш киімді ауыстыру керек. Дені сау, 100% оғатын әйел 100% іш киімін күнделікті ауыстырып отыру керек. Бұл міндетті түрде прям үлкен дәреттен кейін астыңызды міндетті түрде жуу керексіз. Себебі ол иіс сіңіп қалады. Түсінікті ме? Егер сізде түшкіргенде, күлгенде жіберіп қою деген сияқты нәрсе болатын болса, не надо ана бір прокат қылып, оның астынан жаңағыдай салфетка немесе салафан қойып, болмаса жаңағы жейтін епкалар қойып жүру постоянно жоқ. Лучше емделіңіз. Қашанғы сіз егер қазір денсаулығыңыз жаңағыдай кіші дәретін ұстаймай бәрі болып тұр, ана жерде бір туысқаныңыз той істеп жатыр, иә? Сіз не істейсіз? Сіз тойға барасыз, мен тойдан қалып кеттім де. Какой там сізге той, если мен айтасың, денсаулығыңыз быт-шыт болып жатса, честно говоря, да? Вот тойға бізде ақша бар, а өзімнің денсаулыққа бізде ақша жоқ, біз қимаймыз, да? Вот осыны нәрсе, честно говоря, обидно, конечно, потому что сіздер ертең асқынып жүресіздер, потом ең соңында келесіз, маған доктор дым істеген жоқ, ол білмейді, тупой деп, да? Вот реально бұл нәрсе маған ауыр болады. Естественно, басқа дәрігерге тоже ауыр тиеді. Соның себептен до конца асқынғанша жүрмей, лучше емдеріңізді бастағандарыңыз абзалырақ. Элементарно хотя бы жаттығу бастаңыздар. Элементарно кегелді жатып үйде жасаңыздар. Просто жатыңызда қысып жіберіп жасаңыз. Элементарно хотя бы содан да кішкене болсын әйтеуір сізге көмек пайдасы тиетіні сөзсіз. Сол себептен иіс уже егер инфекция болса, бұл сіздің турбопроходимосыңыз жауып тастауы мүмкін, күйеуіңіздің спермограммасын жеп қою мүмкін. Яғни ол жынысқаныңызға керемет болғанмен, ода процент өте төмен, әлсіз сұйық, сондай бір әшін сылдыраған су болуы мүмкін. Әрине бұл жынысқаныңыз ода көрінбейді. Сондықтан сізде иіс бар, значит, көріну керек. Иногда болады, даже гормональды бұзылыс кезінде осында иісі выделение болады. Сонымен қатар семіз әйелдерде, ожирениесі бар әйелдерде тоже иісі выделение жиі болады. Себебі оларға жиі дәрет алу керек. Дәретті жылы сумен емес, ыстықтау сумен алсаңыз, сізге ешқандай цистит тудырмайды. И уақытында не так қағазбен сүртіп, прям арнайы өзіңізге сүлгі арнап, сонымен сүртіп отыруыңыз керек. Сіздермен бірге болған доктор Сейт Жаппарова, бағыттарыңызға мың алғыс, Алла разы болсын. Алдағы уақытта сіздерді керемет күтіммен жүреді деген ойдамын.